қосымшаның мынандай бір ерекшелігі бар. Ол ерекшелік тек қана артынан өткен шақ етісіп келеді. Бірақ жерде ме Құранда осы шақ келген, негізі қазіргі тілде де бұл өте көп қолданылатын қосымша. Алайда артындағы етістік өткен шақта тұрғанымен келер шақты білдіреді. Әсіресе біз шартты айтқан кезде біз келер шақты айтамыз ғой, егер барса, егер болса, егер қараңғылық түссе, сол кезде мен шәрінен Аллаға сыйынам деген сияқты. Алайда кезде деген кезде бізде оншалықты уақытқа мән бермейміз, бірақ форма ретінде изадан кейін, мысалы иза жаа насруллах дейміз, Наср сүресінде, жаа деген етісі өткен шақта келіп тұр. Алайда аудармасына қараған кезде Аллахтың жәрдемі сіздерге келсе, келген кезде деп аудара береміз. Бұл жер түсінікті ме? Сұрақ бар ма? Иза уақабаға байланысты. Сөйлемдерде иза уақаба негізі мысалы жаңағы Наср сүресінде сөйлемнің басында тұр. Иза жаа насрулла, содан кейін негізгі сөйлем келеді. Ал бұл жерде керісінше соңында тұр. Басында аузу би раббил фалақ мин шарри ғасиқин, қай кезде? Иза уақаб. Сұрақ бар ма бұл жерге қатысты? Әрине бұл сөздер өте жиі кездесетін сөздер емес Құранда да. Сондықтан сол сүрені оқыған кезде ғана жалпы мағынасын еске түсіруге тырысамыз да, алайда қайтадан қараңыз деген кезде бізде қызық болды. Бір ара исламтану факультетінің қыздарына кәдімгі Кәусар сүресінің мағынасын сұрасам, мағынасын білмейді ғой. Ең бірінші жаттап, намазда оқитын сүремізді. Уже дайындық курсын бітіріп қойған, бірақ дайындық курста көбіне сөйлеу тілін үйретіп атады да, ешкім аятты талдатпайды ғой. Біз бірінші сыныпта барып, соның тәпсірін талдағанбыз ғой. Тәпсірін талдамастан бұрын жай 2-3 қана қысқа аяттан тұратын Кәусар сүресінің мағынасын сұрасақ, мағына жоқ қой қыздарымызда. Жалпы примерно мынандай мағынаға келе ма дейді. Сондықтан үнемі қайта-қайта мағынасына қарағанымыз абзал. Не дұға етіп жатырмыз, бірақ нені тілеп жатырмыз, неден сыйынып жатырмыз деген мәселе. Енді қазір кішкене 5 минуттан кейін бірінші 40 минут аяқталады, соң мен 10 минуттан кейін жалғастырамыз. Қайтадан жалғастады аят, нәстәғизу билlah. Тағы да уә, олай болатын болса, бірінші уәні біз үтірмен айтып жесек болады қазақшада. Өйткені бұл жерде уә бірнеше рет келеді. Аяттың соңында сіздерге көрсетейін, оны итакта соңында қайтадан көрсетемін. Қараңыздаршы сүреге. Таңның Раббысына сыйынамын, 4 нәрсені айтқан ғой. Мына нәрседен, мына нәрседен, мына нәрседен, содан кейін ең соңында мына нәрседен деген. Мынаның бәрінің басында бір уә бар, бәрінің басында. Сонда біздер қазақшада әдетте бірінші ең соңындағы уәні және дейміз да, алдындағылардың бәрін үтір қойып кете береміз ғой. Арабшада қарайтын болсаңыздар, ирабында мен аузумен байланысты, мен аузумен байланысты, мен аузумен байланысты деп кетеді. Алайда біз оны неден тағы да сыйынам деп қарағандарыңыз дұрыс. Қазір біз мына жерге дейін талдадық. Аудармасына қарасаңыздар, Құран күзеттен кеше сіздерге жібергенбіз. Таңның Раббысына сыйынамын де, негізі дені ең соңға қойған ғой, мен мына жерде жақшаның ішіне қойдым, өйткені бізде тікелей баста келіп тұр ғой ол де. Жаратқан нәрселерінің кесірінен. Нәрселерінің деген сөзге дәл қайсы сөз сәйкес келіп тұр, қыздар? Аятта қай сөз нәрселерінің дегенге сәйкес келіп тұр? Мә емес па? Иә, мә сәйкес келіп тұр. Жаратқан деген кезде қараңыздар, мына жерде қан деген бір нәрсе бар да, алайда арабшада артында етістік тұр. Бұл біраз орыс тіліне ұқсайды. То, что Аллах создал десек етістік. Ал біз қазақшада то, что создалды бірге жаратқан нәрсе деп қараймыз. Сондықтан біздегі аудармамен мына етістік формасы сәйкес келіп тұрған жоқ. Нің дегенді не білдіріп тұр? Нің дегенді? Нің. Ніңді бізде мына жерде кесіраны көре алмаймыз. Негізінде мына жердегі мынандай соңындағы кесіра білдіретін еді ғой бізге. Ненің, кімнің дегенді. Ал бұл жерде мә өзгермейтін сөз болғандықтан біз ол жерде көрмей тұрмыз. Ал сіздердің мен дегеніңіз ол мына жердегі нен. Мына жердегі неніңіз ол мен. Кесірі нен. Сонда аудармасына қарасаңыздар, біз наоборот мына жақтан бастағанбыз ғой. Ол жаратқан нәрселердің кесірі нен,
таңның Раббысына сыйынамын де. Сонда мына сөйлемді біз керісінше былай оқимыз ғой. Тағы да өтер қоятын болсақ, онда мына жерге қараңғылық басқан сәтте деп біз қосымша неді бағының қылы сөйлемдерді бірінші айтамыз қазақшада, жалпы түркі тілдерінде де. Түннің кесірінен басқан сәтте десек те болады әрине. Сонда басқан сәтте деген кезде қараңыздар, қараңғылық дегенді біз мынау негізінде мына етістіктің бастаушы қыздар. Мына етістіктің бастаушы. Бірақ ол айтылмай тұр да, өйткені уже бір рет айтылып қойғаннан кейін қайтадан қайталанбайды. Қайтадан айтайын сіздерге. Қараңыздар. Кез келген етістіктің бастаушы болу керек. Алайда уақабаның бастаушы уже алда айтылып қойды, ғасиқ. Хуадан мақсатымыз не? Ол ғасиқ. Сондықтан аудармада қараңыздар, қараңғылық басқан сәтте деп мына жерде аудардықта. Содан кейін түннің кесірінен деді. Негізі сол қараңғы түннің кесірінен. Екі рет қараңғы деп қазақшада айтпау үшін қараңғылық басқан сәтте түннің кесірінен деп өтіп кетті. Бұл жерге дейін түсінікті болатын болса, қазір 1-2 минутта бізде бұл 40 минут аяқталады. Уақап деген мен соны түсінбедім сонда. Бірінші басқан сәтте. Ол басты деген сөз ғой. Ол басты изамен келсе, ол басқан сәтте дейміз. Қараңыз, біз тағы да қан сәтте дейміз. Арабшада болатын болса, ол етістік түрінде келді. Орысшада дәл. Когда наступит дейміз. Қараңыздар, осы шақпен айтамыз. Ал арабшада өткен шақ формасында келсе де, когда наступит от зла темной ночью ғой сонда. Түскен сәтте. Біз түскен деп аударсақ та, арабшада ол жерде етістік тұр. Иза уақаба. Яғни, бұл етістік жай түсу емес, именно қараңғылықтың түсу үшін қолданылатын етістік. Сондықтан қараңғысы баққан сәтте түннің деуі, түн дегенде де жай түн емес, өзі қап-қараңғы түн. Екі кере қараңғылық демеу үшін бұл жерде бір-ақ рет айтылып тұр. Басқан сәтте түннің кесірінен сыйынамын. Енді уамен шарриді айтатын болсақ, бұл жерде не деп айтамыз? Тағы да кесірінен. Мына сөзге тоқталмас бұрын